Сәлем менің YouTube көрермендерім. Амансыздар ма? Қалдеріңіз қалай? Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті тіркеліп қойыңыздар. Мен сіздермен денсаулықтарыңызға пайдасы бар ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Яғни мен сіздермен бүгін күшті бір ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Яғни біздер мынандай жаңғақ керек болады, орешка. Егерде кім тамақтары ауырып, ангина, жөтел, қызарып кетіп жатырса, дәл осыны жасап ішсеңіздер болады. Яғни балаға берсеңіздер, ол өте жақсы көмектеседі негізінде. Біріншіден, сол екіншіден сіздерге айта кететінім, кімде зоб ауруы, кімде щитовидка. Яғни менде щитовидкадан басталды. Содан кейін менде зоб болды. Бірақ қазір енді Аллаға шүкір, осыны ішіп жүргенімде енді жүрек соғысымда уже жайлап төмендеді, қатты жүрегім соғып кететін негізі. Сол себептен мен осыны уже 3 ай болды ма екен жасап ішіп жүргеніме, 3 ай болып ішті, өзіме жақсы көмектесіп келе жатырғасын мен сізге нәтижесімен бөлісейін деп шештім. Яғни бізге мынандай орешка керек болады, жаңғақ аршылмаған жаңғақты осылай аршып аламыз. Аршып алғаннан кейін, әрине бізге бұның қабығы да керек емес, мынандай дәні де керек емес, барлығын алып тастаймыз, дәнін де алып тастаймыз, қабығын да, орешканы да біздер алып тастаймыз. Бізге тек қана ішіндегі перегородкасы керек болады. Міне осылай көрсеңіздер болады. Міне орешканың қабығы емес, ортасындағы бізге мынандай перегородкалар керек болады. Ішіндегі перегородкалар. Ортасын бөліп тұрады. Етіп ыстық суға саламыз. Енді бұны ортасындағы перегородкаларын алып, бүйтіп стаканға саламыз. Үстінен кипяток құямыз. Үстіне кипяток құйдым. Осы ыстық суға соларды салып, жарты сағатқа, 30 минут, 40 минутқа бұқтырып ішіп отырыңыздар. Анық болып көрсетіліп тұрған болар, сіздерге. Енді оны жаймен бұқтырып қоямыз, болды. Бұқтырылғаннан кейін 30-40 минуттан кейін жайлап алып қасықтап балаға берсеңіздер болады. Тамағына көмектеседі, жөтелін басады. Ал щитовидка мен зобқа таптырмас. Енді бұл ем деп айтқым келеді сіздерге. 3 рет ішесіздер күнде. Тіпті оны былай іше берсеңіздер де ешқандай зиян жоқ. Мен қолым тисе іше беретінмін, бұқтырып қойып, іше берем. Осыдан қазір 30-40 минут тұрады, содан кейін мен оны ішіп аламын. Енді ТДК менде повышенный болды. ТДК-ларым жақсы қазір түсіп. Әйтеуір өзім осы көзім жетіп, соған қуанып жүрмін. Енді зоб ауруы, щитовидка деген өте қиын ғой дүние. Негізі аурудың өте қиыны. Бұдан 1-2 лесінці бассам болды. Ырсылдап, жүрегін соғып, нервін четіп, шашым түсіп, сондай болатын. Қазір Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Енді бұны сіздерде жасап көрсін деген мақсатпен салып отырмын. Жасап көріңіздер, бірден ол көмектеспеуі мүмкін. Сіздер бір жасайсыздар, ерініп тастап кетесіздер. Жоқ, олай болмайды, ерінбеңіздер. Денсаулық керек па? Көп өмір сүргіңіз келе ме? Бір ауруды жеңуге көмектесіңіздер өзіңіз. Табиғи жолмен, әрине. Дәріні ішіп, біз почкамен страдать етеміз, сосын почкамыз ауырады, ол почканы емдеу керек болады. Үстіне ауруды қоса береміз. Яғни барынша қолдан келгенше табиғи жолмен емделуге тырысыңыздар. Шынымен ол көмектеседі. Дәмі де ерекше кәдімгі. Ішкенде күшті болып ішем, отырып алып, асықпай ішем прям. Егер сіздерге менің ақпаратым ұнаған болса, міндетті түрде маған лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп қойып ұмытпаңыздар. Егер щитовидка мен зобпен ауыратын туысқандарыңыз, достарыңыз болса, осы каналымды менің жіберіп қойыңыздар. Қолдап қойыңыздар. Рахмет.